Достар, енді даусымыз әдемі шығу үшін біз 3 регистрді қосуымыз керек. Ол үшін біз үшеуіне вибрация жасаймыз. Бұлай жоғарғы регистр, ортаңғы регистр және кеуде регистрі. Жоғарғы регистрге дауысты бағыттау үшін біз демді іштен алып, ауыздың ұшымен дыбысты жоғарыға бағыттаймыз. Сол кезде дыбыс жоғарыда төбеміз жыбырлайтын болады. Қазір көресіздер. Дегенде дауысты жоғарыға бағыттау керек, сол кезде біздің жоғарғы регистріміз қосылады. Ал енді ортаңғы регистр, бұл жерде мына жердегі бұлшықеттерге вибрация жасау керек. Мысалы, қазір тағы да аузымызды ыстық картоп бардай жағымызда түсіріп дегенде мына жердегі бұлшықеттеріміздің бәрі дірілдеп тұру керек. Бұның бәрі қозғалған кезде, іске қосылған кезде дауыстың әдемі шығуына ықпал етеді. Сондай-ақ мына ерінің жоғарғы жағы мен астына да сондай вибрация жасаймыз. Мамам сондай-ақ астына да деп мына ортаңғы регистрде вибрация жасау арқылы қостық. Ал енді негізгі регистріміз кеуде регистрі. Негізгі әдемі дауыс, ықпалды дауыс осы кеудеде. Яғни біз осы регистрді жақсылап қосып үйренсек, осы кеуде регистрмен сөйлесек, біз көбінесе көп адамға әсер ете аламыз, ықпалды бола аламыз. Ендеше бастайық. Осылай вибрация жасаған кезде бұл жер дірілдеп тұру керек. Қазір мен сіздерге бұл жердің қалай қосылғанын көрсетемін. Оны вибрация жасамай-ақ мен 3 регистрге дауысты бағыттау арқылы көрсетейін. Болмаса бұл ортаңғы регистр. Ал енді төменгі регистрді қосайық. Осылайша 3 регистрде дауысты игеріп үйрену керек, және дауысты бағыттап үйрену керек. Ең маңыздысы, біз даусымызды жеткізіп үйренуіміз керек, жинаққа айтып үйренуіміз керек, және
анық, айқын сөйлеп үйренуіміз керек. Сол үшін сахна тілінің сабақтарын алыңыз. Ол үшін менің осы youtube.com сайтындағы best каналына тіркеліңіздер.